Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Кім қой қараға есіктен емес, өзге жерден өрмелеп кірсе, сол ұры әрі қарақшы. Ал кім есіктен кірсе, қойлардың бағушысы сол. Қарауыл оған есік ашып, қойлар оның даусын естіп таниды. Бағушы өз қойларын атымен шақырып, далаға шығарады. Шығарған соң олардың алдында жүріп отырады. Ал қойлары соңынан ереді, өйткені олар оның даусын таниды. Олар бөтен кісінің соңынан ермей, одан қашады, себебі оның даусын танымайды. Сендерге өте маңызды шындықты айтамын, қойлар кіретін есік менмін. Менен бұрын келгендердің бәрі ұрылар, әрі қарақшылар болатын, бірақ қойлар оларға бағынған жоқ. Мен есікпін. Менен кіргендері құтқарылады. Олар емін еркін кіріп шығып, жайылым табады. Ұры ұрлап, сойып, құрту үшін келеді. Ал мен адамдар шынайы өмірге ие болсын, және өмір рухани игілікке тола ағыл-тегіл мол болсын деп келдім. Мен ізгі бағушымын. Ізгі бағушы қойлар үшін жанын қияды. Ал бағушы емес, жалданған адам, қойлар өзінікі болмағандықтан қасқырды көрсе, отарын тастай қашады. Қасқыр қойға шауып, оларды жан-жаға бытыратып жібереді. Жалшы отарын тастай қашады, өйткені ол жай жалданушы, қойлардың қамын ойламайды. Мен ізгі бағушымын. Әкемнің менің әкемді жақсы білетініміз сияқты. Мен қарамағымдағыларды жақсы білемін, олар да мені жақсы біледі, солар үшін жанымды қиямын. Бұл отардан басқа да қойларым бар. Соларды да алып келуім керек. Олар даусымды естіп таниды. Сонда барлығы бірақ бағушысы бар, бір тұтас отар болады. Әкем мені жақсы көреді, себебі мен жанымды қиямын. Содан кейін оны қайтадан аламын. Жанымды ешкім менен тартып алмайды. Оны өз еркіммен қиямын. Қиятын да, қайтып алатын да билігім бар. Бұл маған әкем тапсырған міндет.